Екінші бөлім. Шал хан ауылына жақындағанда уәзірлері қаптап алдынан шығып, төтенше ілтипатпен қарсы алыпты. Ханның сарайының алдына көз салса, алтыннан сарай, күмістен көл орнап, мыңғырған малды ханның адамдары басқара алмай, абырда сабыр болып жүргендіктері байқалыпты. Олар шалды туп-тура ханның төр сарайына түсіріп, ақ сарбаз қой сойып сыйлапты. Хан шалдың баласына қызын бермек болып ертесінде құдалық той өткізіп, ақ бата деп қолдарын қызыл қанға малып тілеу тілепті. Содан шал ауылына аттанар шақта 3 күннен кейін 30 күн ойын, 40 күн тойы басылатындығын, күйеу баласын ордағаға ертіп келуін тапсырыпты. Шал күркесіне қайтып келіп, борсыққа болған жағдайды толық баяндапты да, уәделі күні шал борсық ертіп, ханның ауылына қарай аттаныпты. Ханның ауылына таяғанда борсық: «Ата, мені ханның қыз-келіншектері келіп ертіп барсын. Сіз бара беріңіз, мен осы арада күтіп тұрайын», депті. Шал ханның ордасына баруымен алғашқыдай сый-құрметпен қарсы алыныпты. Олар күйеу баланы сұрастырғанда: «Бала арт жақта қалды», депті. Хан ауылының қалың қыз-келіншектері күйеуді ертіп келмек болып күйеу қалды деген жерге барса, ешкім жоқ. Бұлар қалың қалақайдан өте бергенде қотыр борсық шыға келіпті. Қыз-келіншектер сасқанынан жапа-тармағай артқа шегініпті. Борсық та олардың қыр соңынан қалмай ілесіп жүгіре беріпті. Бір кезде қыз-келіншектердің у-шу дабырласып жатқандығын хан естіп, далаға шығып байқап қараса, бір қотыр борсық үйге таман таяп қалған екен. Қыз-келіншектердің ерсі жағдайдан есі шығыпты. Сыртта қалған борсықты ауыл иттері жеп қоюға айналыпты. Борсық жан таппай қашып келіп, үйдің босағасын паналай жата қалыпты. Хан келіп шалдан: «Қане күйеу бала?» дейді. Шал борсықты көрсетеді. Хан бұл сұмдықты көріп қатты шошып, ес ақылынан адасыпты. Думамен өткелі жатқан тойы насырға жауып, тойға жиылған ағайын туыс ел болып бәрі тарап кетіпті. Сонымен хан уәдесінен таяйын десе, қатын деген атақ алудан қорқады. Бір жағынан алтын сарай, бау-бақша, күміс көл, өріске сыймай жатқан есепсіз малды көзі қимайды. Хан көп ойланып, болары болды, бояуы сіңді деп борсыққа қызын беретін болыпты.